Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бризоль әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен жуа сарымсақты ет тартқыштың немесе блендердің көмегімен ұсақтаймыз. Кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, сұйық май немесе зәйтүн майын қосып, жақсылап араластырамыз. Бризольдің салмасына авокадо, шпинат және моцарелла сырын қолдандым. Ол үшін авокадоны ұсақтап тураймыз. Моцарелла сырын үккіштен өткізіп, ал шпинаттың жапырақтарын жуып құрғатамыз. Енді жұмыртқалы негізін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, қол венчігімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте пищевая пленкаға фарштың 1/3 бөлігін салып, оқтаумен видеода көрсетілгендей етіп оқтаулаймыз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құйып, үстіне жұмыртқалы массамыздың 1/3 бөлігін құямыз. Енді жұмыртқамыздың үстіне алдын ала дайындалған фаршымызды саламыз. Жұмыртқамыздың бір жағы қуырылған соң, екінші бетіне аударамыз. Осы кезде алдын ала дайындалған салмамызды саламыз, яғни авокадо, моцарелла сыры және шпинат жапырақтарын салып, тағы да біраз қуырамыз. Енді бризольді 2-ге бүктеп, әр жағын кемінде 1-2 минут қуырамыз. Бризольге кез келген гарнир таңдасаңыз болады. Мен картофельный пюре дайындадым. Картофельді суға қайнатып, дәміне қарай тұз, бұрыш, міндетті түрде бөлме температурасындағы сары май мен ысытылған сүт құйып араластыру қажет. Сонымен қатар укроп қосуға да болады. Осымен біздің бризоліміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Қалауларыңызша бальзамический соус қоссаңыз болады. Дәмі тіптен керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін.